Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай өте керемет детский тюрбандар жасаймыз. Жасалулары бірдей болғанымен түрлері осындай әртүрлі болады. Менімен бірге қосылып жасаңыздар. Ал кеттік, бастайық. Матамды бұлай 2 қабаттап алдым. 2 қабаттаған кезде өлшемі осындай болады. Міне ұзын полоскамыз мынандай болады. И және де кішкентай бір бөлшегіміз керек мынандай. Розовый матамыздың өлшемі осы. Енді келесісі сұр матамыздың өлшемі. Ол 1 қабаттық бұл тюрбан болады. Оның өлшемдері осындай болады. Ол да осындай 3 бөліктен тұрады. Келесісі бізде көк мата. Көк матамыздың өлшемдері осындай болады. Әр қайсынан 2 штуктан аламыз. Тек қана кішкентай бөлшекті ғана 1 штуктан аламыз. Ең алдымен көк матадан бастаймыз. Бір-біріне қосып тігіп шығамыз. Міне осы жерінен тігеміз. Және де келесі мына матаның аст жағын қосып тігіп шығамыз. Міне матамызды тігіп үтік басып шықтым. Енді 2 қабаттап, дөңгелектеп қырқып шығып, жан жағын жиырып бір-біріне тігеміз. Тіккен жері түспей қалыпты. Міне ұзын матаны да аст жағынан тігіп, осылай дөңгелектеп гүл жасаймыз. Енді қараңыздар, кішкене матаны тюрбанның тігілген жеріне қаптап тігіп шығамыз да гүлді сол жерге қолмен тігеміз. Міне матамызды бұлай қайырамыз. Барлығын қолмен, ине жіппен тігіп шығамыз. Машинканың қажеті жоқ. Үстіне гүлді де қосып тігеміз бұлайынан. Сонымен болды. Тігіп болғаннан кейін гүлімізді ашамыз. Нәтижесінде осындай тюрбан шығады бізде. Енді екінші розовый матамызды 2 қабаттап аламыз. Міне осылай. Кейін тағы да 1 қабаттап, жанын дөңгелетіп, тура жаңағыдай етіп кесіп шығамыз. Шет-шетін айналдырып, қолмен ине жіппен тігіп аламыз. Алдындағы дөңгелекті дайындау үшін матамызды бұлай үстіп байлаймыз. Сөйтіп ішіне қарап орап, айналдыра береміз. Матамыз таусылғанша осылай айналдырамыз. Міне осындай дөңгелек шығу керек. Ең соңғы матамызды ине жіппен тігіп шығамыз. Осындай бір-біріне енді айналдырып тігіп шығамыз осылай. Кішкене матамызды алып, тура жаңағыдай қабаттап, бетін тіккен жерімізді жауып, айналдыра тігіп шығамыз. Үстіне дөңгелегімізді орнатамыз. Нәтижесінде осындай тюрбан шығады. Екінші тюрбанымыз дайын. Енді 3-ші тюрбанымызға көшеміз. Ол 1 қабатты тюрбан болады. Ең алдымен астын қайырып тігіп шығамыз. 1 қабаттап, жанын дөңгелетіп, қырқып шығамыз. Енді кішкентай матамыздың жан жағынан тігіп шығып, оң жағына қаратып, осындай бабочка жасаймыз. Кішкентай матамызды бір шетінен тігіп, ұзыншалап дайындап аламыз. Міне осындай болып шығу керек. Енді тюрбанымыздың жан жағын айналдырып, ине жіппен осылай тігіп шығамыз. Барлық тюрбанның жасалу техникасы бірдей, олардың тек қана модасы ғана әртүрлі. Сондықтан бір көріп алсаңыздар, өздеріңіздің қалауынша жасай бересіздер. Осылай бір-біріне қосып тігіп шығамыз. Және де айтарым, олар тюрбанның әр баланың басының өлшемі бойынша жасалады. Мен баланың басы өлшемі 48 болғандықтан ұзындығын 48 деп алдым. Ал егер сіздің балаңыздың басы одан үлкен немесе кіші болса, соның өлшемімен жасайсыздар. Міне 3-ші тюрбанымыз да дайын. Міне 3 тюрбанды 1 сағаттың ішінде күзге баламызға бас киім дайындап қойдық. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Міндетті түрде сіздерден шығады. Ал видео ұнаса лайк басып, коммент қалдырамыз.
Сіздермен болған Маржан, менімен болғандарыңызға рахмет.